Kapı kalmanız. Biz sizlerde asığa kütemiz. Hayırlı kеш, Қазақ интеллигенциясының Алма Батыр Қазақ ұлттық университетінің жалынды жастары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен тағылым мен тәрбиесі мол кездесу қазу студиясына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының актері, КПТ театрының директоры Асылбек Боранбай ағамыз. Қарсы аламыз. Әлемнің саңлақтары мен сырлы сұхбат, ерекше атмосфера, студенттердің көптен күткен жарқын жобасы қазу студиясына қош келдіңіз дейміз. Жалпы бірінші сұрағын бастасам, Асылбек аға, ғасырдың жартысына таяп уақытты көрдіңіз, кемелденген жасыңызға келіп, бұл өмірден түйген құндылықтарыңыз жайында бөліссеңіз. Ассалаумағалейкум, армысыздар, аса қадірлі студенттер, аса қадірлі бауырларым, жігіттер менен қыздар, біздің аса қадірлі Қазгүйдің студенттеріне шын жүрегіменен, шын ниетіменен, бар көңілменен осы бір кездесуге келгендерің үшін өзімнің атымнан сіздерге көп рахметімді айтамын. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы осы кешті ұйымдастырған екен. Өздеріңізге де мың рахмет. Жаңа біздің аяла қарындасымыз бүкіл қазуды аралатып, баяғы біздің жастық шағымызды еске түсіріп, библиотекадан, кітапханадан бастап, әрбір факультеттің шаңырағына кіріп, барлығымен танысып, бір керемет күйлеп отырмын. Сондықтан да сіздерге де көп рахмет. Аяла қарындасыма рахмет. Әрқашанда жақсылық болсын, қуаныш болсын, қасиетті Рамазан айы құтты болғай, қабыл болғай, қасиетті Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңызды, ниеттеріңізді Алла тағала қабыл қылғай, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға, әулеттеріңізге, ата-аналарыңызға, бауырларыңызға, жалпы қазақ еліне, бүкіл адамзатқа жақсылық тілейміз. Бұл жақсылық тілейтін ай, мейірімділіктің айы, Алла тағаланың назары түскен ай. Сондықтан да осы айда Алла тағаладан тілектеріңізді тілеп алыңыздар. Алла тілеген тілектеріңізді, ниеттеріңізді қабыл етсін, тілектеріңізді берсін, сұрағандарыңызды берсін, сұрамағандарыңызды берсін. Жалпы елдің, халықтың, қазақтың болашақта үлкен азаматшасы болуларыңызға тілектеспіз. Жаңа бір ғасырдың белінде жас болар ма елудей дейді. Жаңа елу деген айтып кеттіңіз ғой. Осы жақында ғана ерлі жасы елуге келіп, шығармашылық кешімізді өткізіп, өзімнің туған жерім Қызылордада, Аралда өткізіп қайттым. Қызылорда облысы әкімінің, Арал қаласының әкімінің бұйрығыменен Арал ауданының құрметті азамат деген атаққа ие болып қайттық. Елдің, халықтың, көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп, әкімдер күтіп алып, сол жүр үлкен шығармашылық кешімізді өткізіп, одан кейін Алматыға келіп, Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев біздің өнерімізді бағалап, осы Алматы қаласында да шығармашылық кешімізді өткізіп берді. Енді өзім 30 жылдан астам Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрында қызмет жасап келе жатырмын. Сол театр ұжымында шығармашылық кешімізді өткізіп, халықпен, көрерменмен қауышып, осы уақытқа дейін не істедік, не бітірдік, қандай деңгейге жеттік, қандай рөлдер ойнадық, қандай образдар сомдадық, қандай жетістікке жетістік деген сияқты біраз сұрақтарға жауап бергендей болдық. Мына кітапты мен әдейі сіздерге алып келіп отырмын. Соны өздеріңізге тартып өтуге рұқсат етіңіздер. Сіздерді сақталып тұрсын. Сізді балалық шағыңызды еске салатын сұрақ қойсам, жалпы шалдың тәрбиесінде өскен бала екенсіз, жалпы сол атаңыздың сізге айтқан өсиеті немесе айтқан үлгілі сөздері естеріңізде қалды ма? Сол жайында айтсаңыз. Әрине мен өзімнің әкем менен анамды ағам менен жеңгем сияқты болып кеткен. Неге десеңіздер, дүниеге келген кезде енді әрбір шаңырақта болатын дүние ғой. Бұл қазақтың қанында бір қасиет дейміз ба, бір дәстүрге айналып келген дүние деп айтамыз ба, қалай айтсақ та бұл жарасымды нәрсе. Мен дүниеге келген кезде өзімнің атам менен әжем мені бауырына басып, тұңғыш немересі болғаннан кейін өзінің бауырына басып, өзінің баласындай қылып өсірген. Сондықтан да біз мына қазақтар шалдың баласымыз, ақсақалдың баласымыз, атаның баласымыз, әженің баласымыз деп отырамыз ғой. Сондықтан да мен
малдың баласы болып өскеннен кейін өзімнің әкем менен анамды туған ағам менен жеңгем сияқты көремін әлі күнге дейін солай. Әкем мен шешем қазір Аллаға шүкір ортамызда. Олар да әлі күнге мені балам сияқты көрмейді, бір туған інісі сияқты көреді. Өйткені әр уақыт сыйлайды. Әр уақыт сыйлайды. Бұл қазақи дәстүр, үлкен тәрбие, мағынасы бар, мәні бар, сондай бір керемет дәстүр деп ойлаймын, тәрбие деп ойлаймын. Сондықтан да болса керек, мен шалдың баласымын дейді, әлі күнге дейін. Атам көп нәрсені айтып отыратын. Айналайын балам, бақыт деген татулықпен үйлесім дейді. Ол неге олай деп айтасың десең, татулықпен үйлесім, адам мен адамның арасындағы татулықпен үйлесім, адам мен құдірет күшті Аллах тағаланың арасындағы татулықпен үйлесім дейді. Ондай бақытқа кімдер қол жеткізе алады деп сұрайсың ғой енді бала кезде. Ондай бақытқа әрине көңілі таза, ниеті ақ, пейілі ақ адамдар ғана сондай бақытқа жеткізеді дейді. Пейілі ақ, көңілі таза деген не деген сөз ол? Ол адамгершілік, адами қасиет, биік парасаттылық, тектілік, білімділік, біліктілік, имандылық жатыр осы сөздің астарында. Сондықтан да бізді атамыз осындай жақсы қасиеттерге үйретті ғой деп ойлаймын. Сол үшін де мың алғысын айтамын. Жалпы Асылбек ағам, адам баласы өмірге келген кезде тұлға болып тумайды. Жүре келе қалыптасып, тұлғалық өмірге аяқ басады. Және де осы белгілі бір салаға көшкен кезде енді кейбір сәттіліктерге немесе белгілі бір жанның себепкер болуына байланысты болады. Ал сіздің осы өнер саласына келуіңіз қандай себеппен болды? Өте керемет сұрақ. Жалпы мен балаларыма айтып отырамын, балалар армандаңдар деп. Армансыз адам болмайтыны белгілі ғой. Сені бір үлкен деңгейге, үлкен дәрежеге, бір биікке көтеретін бір дүние болатын болса, ол сенің арманың. Сондықтан да адам армандап өсу керек. Бұл қазіргі мотивациялардың ең бір үлкен дүниесі ғой деп ойлаймын. Мен бала кезімде өнерге ғашық болып өстім. Өйткені біздің қасиетті Арал деген жер өзі жыр менен терменің, әннің, күйдің дамыған намыс сірелі, жірелі деген атқа тұратындай сондай бір керемет ауылда тұрдық. Біз бала кезімізден термені сүйіп тыңдадық. Күйшілердің арасында жүрдік. Біздің ауылда жыршылар келетін. Жыршылар үйімізге келіп, кешкісін отырып таң атқанға дейін жырлайды. Біз сондай ортада өскеннен кейін біз өнерге ғашық болып өстік. Кейін өсе келе дүниеге тамаша ойын-сауық орталық келді. Оны сіздер білмесеңіздер де сіздердің әке-шешелеріңіз міндетті түрде біледі. Сіздер де шет жағасын көріп қалған шығарсыздар, Болат ағамыз біледі. Тамаша ойын, сауық орталық деген бұл әзілдің қара шаңырағы. Мынау өнердің, театрдың қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театры болатын болса, мынау әзілдің қара шаңырағы жалпы қазақта әзілді дүниеге алып келген ол тамаша ойын-сауық орталығы. Сол өздеріңдей бала кезімізде, кішкентай бала кезімізде тамаша дейтін болатын болса, әке-шешелеріміз дастархан жайып қойып, бала-шағасын жинап қойып, телевизорды қосып, тамашаны көріп, көңіліміз көтеріп, рахаттанып қалатынбыз. Ол да бір керемет өнердің түрі. Сол тамашаға еліктеп жүріп, сол тамашадағы ағаларымызды көріп жүріп, мен өнерге, театрға деген махаббатым ашылды. Өсе келе мен өзім күй тарттым, және де айта бастадық, әзілге деген бейімділігіміз арттыра бастады. Сол тамашадағы Тоңшыбай ағамызды, Құдайберген ағамызды, Мейірман, Тоқсын, Уайс, Лидия апаларымызды көріп, шіркін-ай осы тамашада мен де ойнасам ғой деген менің бала арманым пайда болды. Сол арманым мектеп бітіргеннен кейін үлкен өнерге, театрға жетелеп алып келдім. Ол тамашада ойнау үшін театр академиясында білім алу керек екенсің. Соны білдік, сөйтіп. Біз театр академиясына келіп, Тоңшыбай ағамыздың курсына қабылданып, жалпы өнерге келдік. Сол жаңағы бала кездегі армандап жүрген тамашамызды осы Алматыға келіп көрдік. Енді бір Құдайдың құдіретін көрмейсіз ба? Сөйтіп армандап жүрген тамаша ойын-сауық орталығына 1993 жылы тамашаның президенті Лұқпан Есенов деген тұлға ағамыз арнайы мені шақырды. Мен Мұхтар Әуезов атындағы театрда Торамды от қаншайым деген бір үлкен спектакль қойғанбыз. Ол спектакль 16 жыл аншлагпен жүрді. Сенесіздер ба, 16 жыл. Ол спектакльге бүкіл қаланың студенттері келеді.
өте комедиялық керемет бір қойылым болды. Ол қойылымға президенттен бастап, премьер-министрден бастап, әкімдер, бүкіл министрлер, бүкіл ректорлар, бүкіл студенттер сол спектакльді келіп тамашалады. Ол қазір айтып отырсақ ертегі сияқты, ол кезде сіздер кішкентай бала шығарсыздар. Сол спектакльді ойнаған күні біз театрдан шыға алмайтынбыз. Студенттер суретке түсу үшін, автограф алу үшін театрды күзетеді сол жерде, бізді қарап сол жерде ойнайтын жастарды. Өйткені ол жерде сондай бір керемет спектакль болды. Билейміз, рэп, әзіл, қалжың, сондай бір мерекелік бір керемет көңіл күй сөйлейтін керемет спектакль болды. Сол спектакльді ойнап жүрген жерімізде тамаша ойын-сауық орталығының бас режиссері мені көріп, ертесіне тамашаға шақырды. Бала кезге армандап жүрген тамашамызға сол кезде келіп, сол жерде тамашаның сахнасына шықты. Ол кезде тамашаға бір рет шықсаң, сен бүкіл Қазақстанға танымал боласың. Көп деген әншілер, көп деген бишілер, көп деген күйшілер осы тамашадан шыққан. Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Алтынбек Қоразбаев, қай-қайсысын айтсаң, қазір бір әншіні айтсаң, соның барлығы тамашаға шығуға армандайды. Қазір сіздер сенбейсіздер олай көрмегеннен кейін. Кезінде сондай болады. Сол тамашаға шығып, бағымыз ашылып, көрерменге танылып, енді қараңыз, тағы да бір қызығы, сол арман, мен айтып отырғаным, армандаңдар деп отырғаным. Сол тамашада 20 жылдан астам қызмет жасап жүріп, ағаларымыз дүние болды, сол кезде тамашаны басқаруға сол Лұқпан ағамыз маған табыстады. Көрмейсіз бе, сол бала кезіндегі армандап жүрген тамашаның бір қарасам, жылдардан кейін, біраз жылдардан кейін сол тамашаны басқарып отыр. Мінекей арман осындай дүниеге алып кетті. Жауабыңыз айтыңыз, осы театр өнерінде 30 жылдан астам уақыт болдыңыз. Жалпы сол театрға ең алғаш жас буын болып келгеніңізде кімдер қолдау көрсетті сізге сол уақытта? Не көрсетті дейсіз? Қолдау кімдер көрсетті? Қолдау дейсіз бе? Әрине. Ол кезде Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрында қазақ өнерінің нағыз майталмандары қызмет жасайды. Советтер одағының халық артистері Хадиша Бөкеевадан бастап, Сабира Майқанова, Шолпан Жандарбекова, Қамал Қармысов, Нұрмұхан Жантөриндер, Ыдырыс Ноғайбаевтар, Әнуар Молдабековтер, Әнуар Боранбаевтар, айта берсем көп осындай тұлғалардың барлығы біз театрға келген кезде өздерінің баласындай көріп, бізге қолдау көрсетіп, ойнай алмай жатсақ, мына жерін былай ойнарсың, мына жерде былай шығарсың деп, батылымыз жетпей жатқан кезде шамалы бізге жігер беріп, бұл өнер, бұл театр деген оңай дүние емес, бұл өте қиын, әлі талай қиыншылықтар кездеседі, сондықтан да ұялмай, қорықпай, қымсынбай рөліңді ойнап шық деп бізге ақыл айтқан сол аталарымыз бен апаларымыз болатын. Қазір енді өзімізден сол қазір жастарға, келген жастарға сөйтіп қайрат, жігер береміз. Қазіргі тілмен айтқан кезде мотивация береміз дейміз. Сондықтан да өзімізде қолдау көрсетеміз. Қазақта ұлттық құндылыққа байланысты енді өнерлер көп қой. Қолөнер, сөз өнері, дәстүр өнер. Жалпы әрқайсысының әртүрлі ерекшелігі бар. Ал енді сіздің өзіңіздің өнерге келгенде адамның мінезі мен өнері сай болу керек па? Ол сұрақты. Иә, әрине. Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен де сен біліміңмен өлес, мінезіңмен ортаға сиясың дейді. Сондықтан да бұл бекер айтылмаған сөз. Бұл мінез өмірде өте қажет дүние. Адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін әркімнің мінезі арқалайды, біреуі сөз көтере алмайды, біреуі тәкаппарлау біледі, біреуі басқаша, біреуі андай, біреуі мұндай деген сияқты. Бірақ ортаға келген кезде ол мінезіңнің барлығын жиып қойып, шын айту керек, сол ортаға сай бейімделу керек деп ойлаймын. Бұл да бір үлкен тәрбиенің бір көзі сияқты. Мен өмірден көргенімді, өмірден түйгенімді мен айтып отырмын қазір. Мен Болат аға сияқты көп көрмеген шығармын, бірақ мен өзім көргенімді айтып отырмын. Шын айту керек, адам мінезін түзе алмайды дейтін біреу болатын болса, Абайдың бір сөзі бар еді ғой Болат аға. Сол сияқты адамның мінезін жөндеуге болады ортаға сай. Сондықтан да адамгершілік,
адами қасиет деген болады. Адамгершілік деген не деп сұраған екен баяғыда бір үлкен ғұламадан. Адамгершілік деген айналаңдағы адамдарды жақсы көре білу деген екен. Көрдіңіз бе? Адамгершілік деген сондықтан да өмір болғаннан кейін бір-бірімен сыйласып, құрметтесіп, қадірлесіп, жақсы мәміледе, жақсы қарым-қатынаста болсаңыздар, бір үлкен деңгейге жетеріміз сөзсіз. Әлі күнге дейін өз-өзіміз жөндеп келе жатырмыз ғой. Әлі күнге дейін адам болғаннан кейін бір оғаш мінездеріміз шығып қалады анда-санда. Бірақ соны өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Көп жерде сұрақ қояды, қандай кітап оқисыздар? Қандай кітап оқуға кеңес бересіздер дейді, мысалы. Мен айтамын, ең бірінші адам баласы құдіреті күшті Аллах тағаланың үлкен кітабы. Басты кітап Құранды оқу керек. Сен көптеген таба алмай жүрген сұрақтарыңызға сол Құранды оқысаңыз бірден тауып аласыз. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздың хадистері қандай керемет. Соларды оқысаңыздар сен көп нәрсені тауып аласыз. Одан кейін өзіміздің қаншама ғұламаларымыз бар, ақындарымыз бар, жазушыларымыз бар. Солардың бәрін оқу керек. Абайдан бастап, Шәкәрімнен бастап, арыстарымыздың кітаптары бар, қаншама Мұхтар Әуезов. Көп Аллаға шүкір. Солардың барлығын, сосын мынау орыстың классиктерін міндетті түрде оқу керек. Міндетті түрде оқу керек. Достоевскийден бастап, Лев Толстойдан бастап. Шын айту керек, өте керемет кітаптар бар. Сосын шетелдік драматургтер бар, жазушылар бар. Солардың барлығын оқу керек. Өте керек нәрсе. Сондықтан да ол адамға, жаңа айтып отқан мінезіңізге, өмірде жүріп тұруыңызға, адаммен араласуыңызға, жақсы мәміледе болуыңызға, жалпы өзіңіз толықтыруыңызға, өзіңіздің біліміңізді арттыруыңызға осылардың барлығы керек деп ойлаймын. Бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, тамашада ойымдағы дүниені асыра алмадым, және де солай айттыңыз. Осы тамаша театры немесе қазақ киносы саласында көңіліңіз толмайтын бір сәттер бар. Қандай сәттер бар? Я тамашадағы дүниені, керек дүниені мен өзім жасай алмадым, шынын айту керек. Неге десеңіздер, қазір тамаша ойын-сауық отауы бар ма жоқ болғаны білмедім. Өйткені мен тамаша ойын-сауық отауын 22 жылдай қызмет жасап, одан кейін бір 8 жылдай басқардым. Кейін өзімнің театрымды ашып кетуге тура келді. Өйткені оған біраз себептер болды. Сондықтан да тамашадағы біраз көздеген мақсаттарым, армандарыма жете алмай қалдым. Өйткені оған бір кедергі келтіретін жайттар болды. Оның қазір бәрін айтып отырудың өзі артық шығар деп ойлаймын. Сондықтан да жасай алмаған жағдайларым болды. Қазір кинода, шынын айту керек, орысша, қазақша араластырып сөйлейтінді шығардық. Кинода әдепсіз сөздерді көп айтатын жағдайға жетіп қалдық. Қазіргі өмірде қолданатын жаман сөздерді кинода айтып жіберетін болдық. Ол дұрыс емес нәрсе, өте дұрыс емес нәрсе. Қазір киноларды қарасаңыз, шынын айту керек, қазір өзіміздің қатар жүрген әріптестеріміз қазір керек емес әдепсіз сөздерді айта салатын болды. Ол өзінше бір жақсы ойнап жатырмын деп ойлауы мүмкін, ал түптің түбінде ол өзінен біздің балаларымызға тәрбиесіне кесірін тигізуі мүмкін. Осындай нәрселерді мен қазір айтып келе жатырмын. Маған да көп кинолар ұсынды, Сержан Братан деген сияқты киноларға маған да ұсынды сол кинодан. Бірақ ана сөздері маған ұнамады. Сол сияқты жалғыз Сержан Братан деді, сол сияқты көптеген маған сценарийлер берді. Ішінде, шынын айту керек, 70% боғауыз сөз. Сонда жаңағы ютубтан көрсету керек екен. Ал маған ондай сөздерді айтып, арзан танымалдықты маған 5 тиынға қажет жоқ. Егер мен сондай киноға түсетін болсам, қазір менің абыройым одан да асып отыратын еді. Өйткені жастардың бәрі YouTube көреді. YouTube көрген кезде бандит ойнасаң, не болмаса жаңағыдай сөздерді айтып, жаңағыдай жаргондарды айтып, биде әдепсіз сөздерді айтып, братан, анау мынау деп қойып жаңағыдай сөздерді айтатын болсам, жастардың көбісі қазір мен жақсы көріп кетуім. Өйткені талап сондай, қазір бәрі интернет қарайды, бәрі YouTube қарайды, сондай киноларға әуес болып кетті. Ал мен балаларым бар үйде, мен үйде қыздарым бар. Мен сондай әдепсіз сөз айтып, сахнаны былғап жүргенше, мен өйтіп ойнамай-ақ қойғаным жақсы сондай нәрсені. Сондықтан да осындай нәрселерге шын айту керек қатты күйінемін. Сосын әзіл-сықақ театрларында да қазір
қарабайырлық көбейіп кетті. Біз ел боламын десең бесігіңді түзе деп қазақ атам бекер айтпаған. Қазір біз әзіл сықақ театрларда қазақты келеме жетеп, бір жаңағыдай төмендетіп, бір шалды ойнасақ, бір бейшара шалды ойнап, кемпірді ойнасақ, бір бейшара кемпірді ойнап, ауылдың астарында біздің ата-анамыз жатыр ғой ауылда. Ата-аналарымыз сондай сорлы емес қой, Құдайға шүкір. Ол анау шалды ойнасақ, бір мүсірайып қалған бір шалды ойнап, осындай нәрселерден біз арылуымыз керек сияқты. Кемпірді ойнасақ, бір киімі келіспеген, беті күйе, бір бейшара біреуді ойнауымыз керек. Осындай нәрселерді мен көңілім толтырмайды. Мен ондай нәрселерді ашып, қазір әзіл сықақ театрында жүрген жігіттердің бәріне айтып жүрмін мен. Айтқанда кәдімгідей беттеріне айтамын. Жігіттер, бұл ұят емес, өзіміздің қазағымызды біз қашанғы бір келеме жетейміз. Айтсақ, қазағыңды мақта, жақсы жағын көрсет. Бәрі тамашада айтып еді, қазақ деген Құдайға шүкір жер жүзін жылылаған. Албанияда албандар, Словенияда суандар, Данияда дулаттар, Угандада уақтар, Кореяда керейлер, Жапонияда жалайырлар, жақайымдар тұрған деген сияқты. Міне осындай көтер, бүкіл әлем жаулап алған біздің қазақ деп. Дұрыс қой. Асылбек аға, сізде жас болдыңыз, ойнадыңыз, күлдіңіз, сол сәттерді еске алсақ, енді студент шақта қандай болдыңыз? Қыздарға көп баратын едік па. Қалжыңбай студент шағымыз өте жақсы өтті. Әндеті, билеті, көңіл күйіміз сондай бір тамаша болып, Казгуге үйлетіміз, бағана аял алып жүрген кезде Казгудегі общежитиялардың бәрін көз алдыма келді. Осында келетіміз жігіттерменен, жерлестерменен танысатынбыз, қыздарменен танысатынбыз, отырып ән айтатынбыз, әңгіме айтатынбыз. Дастарханда түк болмаса да, дастарханда жаңағыдай бір нан мен қантым болса болды, шайды қойып, әңгімені жақсылап, өлең айтып, солай отыратынбыз. Мен жаңа қарындасымнан сұрап жатырмын, қалай кешегіңіз қалай өтеді сіздердің? Бір вечер жасайсыздар ма деген сияқты. Қазір 11-де жауып тастайды, бітті ары қарай жоқ деген сияқты. Сондықтан да студенттік кез керемет нәрсе ғой. Мен өзім студенттік кезім өте жақсы өтті. Сол кездегі танысқан жігіттерменен, қыздарменен әлі күнге дейін араласамыз, семьялық достарымыз. Сондай бір таза сезім болды біздің кезімізде. Сүйсең, шыныменен сүйетіміз, ғашық болсаң, шыныменен ғашық болатынбыз. Артық бір мінезімізді көрсетпейтінбіз, бағана айтып отқандай қыздарды сыйлайтынбыз, қолынан ұстап ұялатынбыз. Сондай бір кезеңдер болды. Сондықтан да біздің студенттік кезіміз керемет болды. Болат ағаларымыздың кезі вообще күшті болды бұл кісілер. Досмұқасанның кезі ғой бұл кісілер. Солай ма? Солай. Қазір жақсылық ұсталымы жақсы дейді. Ал сіздің осы өнер саласында және де тұлға болып қалыптасу салаңыздағы ұстаздарыңыз кім болды? Менің ұстазым, ең бірінші ұстазымыз енді біз мектеп бар ғой бізде. СССР халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, талай шәкірттерді тәрбиелеген Досқан Жолжақсынов сияқты, Тоңшыбай Жаманқұлов сияқты халық әртістерді тәрбиелеген Хадиша Бөкеева деген үлкен апайымыз болған. Сол кісінің шәкірті Тұңғышбай ағамыз менің ұстазым. Бәріміз сол Хадиша Бөкееваның мектебі болып саналамыз. Ұстазым Тұңғышбай ағамыз болды. Мені өнерге, жалпы өнердің әліпбиін үйреткен. Өнерде қалай тұру керек, қалай жүру керек, қалай сөйлеу керек, өмірде сахнада қалай өмір сүру керек деген сияқты сұрақтардың, қағидалардың бәрін үйретіп, өнерге алып берген ең алғашқы ұстазым сол Тұңғышбай ағамыз. Тұңғышбай ағамыз әлі күнге дейін Аллаға шүкір арамызда. Әлі күнге дейін біз бала көреді, үйреден асып кетсек те, әлі күнге дейін спектакльде ойнап жүрсек, мына жеріңді былай жаса, мынаны былай жаса деп ақылын айтады. Енді халыққа мені танытқан, қазаққа танытқан енді тамаша ойын завод ауылының әкесі мен шешесі дейміз ғой, өмірге алып берген Лұқпан Есенов ағамыз. Ол маған тікелей сабақ бермесе де, бірақ әзілге үйреткен сол Лұқпан ағамыз. Мен сол кісінің ұстазым деп ойлаймын. Сонан кейін өнердегі аға апаларымның барлығын ұстаз тұтамыз. Өйткені олардың біз үлгі-өнегесін көрдік, тәрбиесін алдық, сол кісілерге еліктеп өстік, еліктеп жүріп өз жолымызды таптық. Сондықтан да солардың барлығын мен өзім ұстаз санаймын. Рахмет. Келесі сұрағымыз жалпы осы өнер саласы енді қиыны мен қызығы қатар жүретін өзі
жақсы қызықты өмір ғой. Жалпы сол сәтте енді кино саласында болсын, театрда болсын, қиын мен қызығы болған сәттерден айтып өтсеңіз. Жалпы біз көп халықтың арасында жүреміз ғой. Сонда көп адамның айтатыны, әртіс болған рахат қой, оңай ғой сіздерге әртіс болған дейді. Ай, сахнаға шығасыңдар, ай дейтіндерді кетіп қаласыңдар, бітті, ше. Оңай ғой дейді. Ал негізі олай емес. Әрбір мамандықтың өзінің бір қиындығы, қызықшылығы болады. Бірақ мына өнер, әсіресе сахна, әртіс болу, актер болу деген ең қиынның қиыны деп ойлаймын. Актер деген бұл үлкен мамандық. Актер адам жанын зерттеуші. Мысалға бізге бір қазір образ береді. Мысалға маған Қасымханның рөлін берді. Не болмаса Ревизордағы Христаковтың рөлін берді. Не болмаса маған Гамлетті берді. Не болмаса Отеллоны берді. Не болмаса маған бір қазақтың ханы Абылай ханды берді. Ал сол рөлдерді алушы оңай деп ойлайсыздар ма? Өте қиын, КВН-ден танылсаңдар тіпті жақсы. Бұл көшеде бекер жүргенше КВН-ға келіп, ойнап, сол жастарменен жастығыңды өткізіп, елге танымал болыңдар. Өте жақсы. Ол КВН, ол бөлек нәрсе. Ол актерлік деген нәрсе. КВН-ға 5 қайнаса сорпасы қолсынмайтын дүние. Сол КВН-дің жігіттер бір-екі киноға түседі, мен актермін дейді. Актер деген мамандықты алу үшін айналайын біріншіден оқу керек. Осындай толып жатқан сұрақтарға жауап беру керек. Сол бір-екі кинода ойнап актермін деп қалай айтатынын мен түсінбеймін. Соны қалай айтады, соны қалай аузы барады. Сол жігіттерді әкеліп театрға келіп бір Абылай ханды беріңізші, шашылып қалады анау. Шашылып өнерден безіп кетеді анау. Өйткені театр деген өте қиын нәрсе, өте қиын. Сондықтан да бір спектакльді бір образды шығару үшін біз 3 ай, кем дегенде 3 ай дайындаламыз. 3 ай жаңағыдай толып жатқан сұрақтарға жауап беріп, ойнаймыз. Дауысты халыққа келтіреміз. Оны көреміз, өмір сүреміз, бағалаймыз. Абылай хан боламыз. Сондықтан да оның қиындығы осында, ал қызықшылығы да бар. Егер шынымен сен актер болатын болсаң, ел сыйлайды, халық сыйлайды. Көрерменнің арасында рахаттанып жүресің, қол шапалақтайды, өздерің сияқты сұрақ қояды, жиналады, тыңдайды. Осының бәрі рахат қой. Ол жасаған еңбегінің рахаты деп ойлаймын. Сондықтан да осындай қиыншылықтар бар. Жалпы келесі сұрағымды қоятын болсам, Масылбек аға. Жалпы осы өнер саласында жүргеннен кейін қазақтың алтын қоры әдебиетті сүйіп оқыдыңыз деп сенеміз. Жалпы сол кездегі Абай болсын, Шәкәрім, Мағжан барлығы жалпы енді алтын қоры деп саналады ғой. Енді қазіргі таңда бір ұғым бар. Абайды ұмытса қазаққа ескіреді деген. Сол ұғымды қалай түсіндірер едіңіз? Абайды ұмытса қазаққа ескіреді деген. Әрине. Абайдың қара сөздерінде қазақтың қаны жатыр, қазақтың ұлттық дәстүрі жатыр, қазақтың тәрбиесі жатыр, қазақтың қазақшылығы жатыр. Сондықтан да Абайды білмей, Абайды танымай, Абайға үңілмей, сен өзіңді, өзіңнің ұлтыңды таныдым деп айту ол өте қиын. Сондықтан да біздің ел, біздің мемлекет, жалпы біздің ұлт Абайға аса бір мән беретіні, ден қоятыны осыдан ғой деп ойлаймын. Сондықтан да Абайдың өлеңінде шын айту керек, әрбір адамға, адамзатқа, жалпы қазаққа ғана емес, адамзатқа керек барлық қасиеттің барлығы жатыр. Сондықтан да Абайға үңілу керек. Абайды танымайынша, шын айтпақшы, өзің айтпақшы, ескі күйінде ескіріп жүре бересің. Ары қарай даму, ілгерілеу деген болмайды ғой деп ойлаймын. Біздің театрда Абайдың образын, біз Абай туралы пьеса, спектакльдер бар. Бір емес, бірнешеу. Оның өзі де бекер емес, что көрерменге Абайды таныту үшін, Абайды білу үшін. Абайды білсең, Абайды түсінсең, Абайдың жүрегіне үңіле білсең, сен өзіңді таптың деп есептей бер. Өйткені Абай бүкіл қазақтың қалғын сол өзінің шығармаларында беріп кеткен деп ойлаймын. Сондықтан да бұны оқу керек. Біз Абайдың шығармаларын оқимыз.
Бізде болды болмады деген айтар қойдық осылай, болды және де болмады. Сізге арнайы сұрақ қоямыз. Жалпы осы сұрақтарға байланысты көрермендерге болды болмады деп жауап беріп отырсаңыз. Дайынсыз ба? Ал ендеше бастайық. Бірінші сұрағымыз, төбелесіп қалған жайттар болды ма? Болды. Үшінші сұрақ, белгілі бір спорт түрімен шұғылданған кезіңіз? Болды. Бір кітапты бір күнде оқыған кезіңіз? Болды. Бала кезіңізде таяқ жеген кезіңіз болды ма? Болды. Бәрі болған екен ғой. Келесі сұрағымыз, шылым шегіп, үйдегілерге салып қалған кезіңіз? Болды. Мектептен қашқан кезіңіз? Болды. Туған жеріңізден шетелге кетіп қалған кезіңіз, кеткіңіз келіп қалған кездеріңіз болды ма? Болмады. Белгілі бір артистке еліктеген кезіңіз? Болды. Сахна үстінде сатира жанрында өзіңіздің әзіліңізге өзіңіз күлген кезіңіз? Болды. Өнер жолында жүргеніңізге өкінген кезіңіз? Болмады. Телефон немесе бағалы сыйлық жоғалтқан кезіңіз? Болды. Қалаулым көрген кезіңіз? Болмады. Осындай қазу студенттердің көңілін қалдырған кезіңіз болды ма? Жалпы студент жастардың. Мені көңіл қалдырған жоқ, өзіңіздің. Жоқ, болмады. Көп рахмет. Арнайы сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Енді келесі кезекте біз еркін студент айдарына көшсек, көрермен студенттер өздеріңіздің саналарыңыздағы, ойларыңыздағы сұрақтармен бөліссеңіздер, бізде бір микрофон бересіздер мына жақта. Сізге өте қуаныштымын, яғни студент жастармен келіп өз ойыңызбен бөлісіп, осынау керемет кешке біздің көңілімізді қалдырмай келгеніңізге алғыс білдіремін. Есімім Бибол, медицина факультетінде оқимын. Менің сізге қояр сұрағым, осы жаңа айтып жатырсыз ғой, кез келген рөлді сомдау үшін толығымен зерттеп, соны қарап, 3 ай дайындалып, толығымен сол рөлге кіреміз деп. Менің қойған келген сұрағым осы бір рөлге қатты кіріп, содан шыға алмай қалған кезіңіз болды ма? Енді шын айту керек, ондай кездер орысша айтқанда постоянно демей ақ қояйын, бірақ ара кетіп болатын кездер болады. Мен Қасымханға дайындалған кезде сондай бір неге кіріп кеттім мен. Өйткені андай үлкен рөл беріп сеніп тапсырғаннан кейін Қасымханның образын сомдау маған өте қиынға соқты, өте қиын болды. Енді өзіңіз ойлаңызшы, ұлттық театрда Қасымханның рөл беріп жатыр. Қасымхан деген қазақтың қалыптастырған, қазақты қазақ қылған, мемлекет қылған хан ғой. Сол ханды ойнау маған өте қиын соқты. 3 айдай ма дайындалдық. Сол кейбір кезде шын айту керек, көп неден жаңағы мероприятиялардан, жаңағы тойлардан, көп кештерден, кездесулерден отказ беріп, соған полностью кіріп кеткен күндер болды. Өйткені оның артылары жүгі өте ауыр болды да, сол рөлге, сол 3 айдай сол рөлдің ішіне кіріп кеткен кездер болды. Сонымен ғана жүріп, соны ғана ойлап, соған беріп кеткен кездер болды. Сол образға кірділген сол болу керек. Кейін ойнап жүрген кезде ойнап болғаннан кейін де сен анау жаңа Қасымхан сияқты қарап, Қасымхан сияқты деп біраз өз-өзіме келе алмай жүретін кездер болды. Жаңағыдай өмірде келе жатқан кезде де жаңа Қасымхан сияқты бүйтіп қарағаның, тұрған, тұрысың, жүрген жүрісіңде, сол сахнадағы жүрісіңменен өмірдегі жүрісің ұштасып кеткен кездер болды. Көп емес, болады кездер болды. Екі сұрақ болып тұр, екеуін де қоя салайын. Біріншісі, жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, то есть бір рөлді сомдау өте қиын деп. Мен бір естіген әңгімемде Асанәлі ағамыздың Бекежан рөлін сомдағаны өміріне әсер етті деп жатады, өзінің де айтуында да. Сондай бір сәттер қалай ойлайсыз, соған деген көзқарасыңыз? То есть опытыңызда болды ма деген сияқты. Ал екінші қоятын сұрағым, театрдың дәрежесі бұрынғы және қазір сіздің салыстыруыңыз, сіздің көзқарасыңызбен? Түсіндім сұрағыңызды. Шын айту керек, жаңағы Асанәлі ағамыздың Бекежанында да сондай дүниелер болған ғой.
өмір бақи ана кинодан кейін ол кісіні жек көріп кеткен ғой елдің мен де естігем, халық бетіне түкірген. иә сондай оңбаған не айтып тұрсың анау мынау жаңағыдай кәдімгідей ренжіп кездесуге барған қазір түсінбей ана образға кіріп кеткен соншалық сол кісіні онша жақтыра бермеген сондай кездер болған ол рас. Менде де сондай кезеңдер болды, бір емес бір рет болды. Мынау естеріңізде болса, анаға апарар жол деген бір кино болды Ақан Сатаевтың. Сол жерде мен НКВД-шілді ойнағам, жаңағы КМБ-шілді, қазіргі тілмен айтқан кезде. Сол ана рөлі өте бір жексұрын рөл, қазақты қинап, жаншып, өлтіріп деген сияқты. Сол рөлді мен ойнап отырған кезімде, сонда жаңағы мына кәдімгі киноның премьерасына барып отырмыз. Сонда артындағы адам ана мені көргеннен айтып отырды, не деген жексұрын адам мынау. Мынау оңбағанды ату керек қой. Сұмпая. Айуан. Өмірде кездессем мұны өлтіріп қырқылып тастар едім. Деп қарап едім. Маған қаратты, киноға қаратты. Кешіріңіз деді. Ол бір жағдай. Екінші бір жағдай. Тағы да бір сондай бір жексұрынды рөл ойнағам қазір. Киноның атын ұмытып отырмын. Сол жерде де сондай бір сұмпайы рөлді ойнайтынмын. Сөйтсем бір магазинге барсам, бір апамыз, Асылбек айналайын. Сен тамашада көріп, мен сені бір жақсы адам ғой деп жүрсем, оңбаған адам екенсің ғой сен. Ойбай апа, не болып қалды? Кеше киноңды көрдім, елдің бәрін қырып, өлтіріп, бытшытып салдың ғой сен. Не деген адамсың сен? Оңбаған екенсің. Болды мен сені сөйлеймін. Ой апа, ол кино ғой, киноң құрсын сенің. Нағыз жаман адам екенсің ғой сен деп осылай бетім айтып кеткен кездер болды. Сондай кезеңдер болады, өйткені халық ана кинодан көріп отырып, сен солай екен деп ойлайды да өмірде де. Сондықтан да сондай кезеңдер болған. Қарасызбен бұрын және қазіргі дәрежесі? Әрине. Осыдан 50 жыл бұрынғы театр мен қазіргі театрдың екеуі жерменен көктей, заман, уақыт өзгеріп жатыр, уақыттың заманның ағымына байланысты адам өседі, өнеді, бір белгілі бір дәрежеге жетеді. Сондықтан да ол кезгі театр, шын айта ол ерекше театр. Ол өйткені көбісі оқымаған, самородықтар театрды құрған кезде барлығы өнер адамдары жиналып театрды құрған, бірақ олар жүрегіменен сезе білетін. Ол өмірде кәдімгідей, өмірде қалай жүреді, сахнада да солай жүретін адамдар. Кейін білім келді, өзгерді, шын айту керек, қазір дамылды ғой енді. Бірақ сол кісілердің деңгейі менің көзқарасым бойынша, мысалға сол кездегі театрдың мысалға Нұрмахан Жантөриндер, Сабира Майхан, олар магикандар, Шәкен Аймановтар әлі күнге дейін біздің алдымызда мынандай болып кәдімгі үлкен деңгейде тұрады. Өйткені ол кісілердің жасаған біз әлі жасай алмауымыз мүмкін. Өйткені ол кісілер өмірді көрген, кәдімгідей өнерге шыныменен ғашық болған, өнерді шыныменен жасаған сондай бір нағыз таланттар. Қазір біз білім арқылы жетіп жатырмыз, білім арқылы. Ал қазіргі театрларда қойып жатқан спектакльдер әрине ол кездегі спектакльдерге қарағанда басқаша, деңгейі жоғарылау. Өйткені заман өзгерді ғой, уақыт өзгерді. Ол кездегі уақыт тіпті бір бөлек. Ол кезде технология жоқ, техниканың дамымаған кезі, жай шүберекпен театрды сахнадан жасап. Қазір жима не соны қойып қойған ғой театрды қазір. Египет ойнасаң, артында кәдімгідей Египетте жүрген сияқты технология дамыған соншалық сондай деңгейге жетіп жатырмыз. Сондықтан да арам қайырым ашылуы өте үлкен. Есепте дейді. Сіз үшін сағыныштың мөлшері қандай? Немесе сағыныш сіз үшін кімдер, нелер? Енді бір орта жасқа келіп қалдық қой. Адамның өзінің бір сағынышы болады. Атаңа, анаңа деген сағыныш. Өзіңнің жүрегіңде қалған адамдарға деген сағыныш. Сол сияқты сағыныштың да түрлері көп қой, бірақ мен өз басым кейбір кезде сол балалық шағымды аңсаймын. Шіркін-ай, балалық шағымдағы сол кезеңдерге қайтып келсе ғой деп армандаймын. Таза кездеріміз, бейкүнә кездеріміз, ата-анамызға еркелеп, солардың жанында жүрген кездеріміз, сағыныш сол кездерді мен қатты сағынамын қазір. Өзімнің жастық шағымды сағынамын. Жалпы қазір 50-ге келсек, сол 50-ден төменгі кездерді сағынамыз ғой. Сондықтан да сағыныш деген ол бір керемет қасиет адамға. Адам өмір бақи өзінің бір жүрегінде бір сағыныш болады.
ол адамға айтатын сағыныш болады, адамға айтпайтын сағыныш болады. Өзінің жүрегінің түкпірінде жататын бір керемет, ол да бір таңғажайып дүние. Сондықтан да сағынатын кездеріміз көп. Шетелге барсақ туған жеріміз сағынамыз. Қыздарымыз, ұлдарымыз басқа мемлекетте оқып жатса, оларды сағынамыз. Кезіндегі достарымыз сағынамыз. Көрмей қалсақ, нағып көрмей кетті, оларды сағынамыз. Өзімізге тәрбие берген, білім берген ұстаздарымыз сағынамыз. Сондықтан да бұл сағыныш өмір бақи бітпейтін дүние ғой. Айналайын, рахмет сұрағым. Сіз жаңа тамашада өнер көрсетесіз. Бір сол кездегі сахна сыртындағы бір өте қызықты, өзіңіздің есіңізден кетпейтін бір оқиғаңызды айтып кетсеңіз. Және сіз жаңа айтып жатсыз ғой, бір Абай жайлы айтып жатсыз ғой. Сол Абай жайында бір рөлге кіріп бізге бір сондай рөлін сомдап берсеңіз. Абай өмірде қызықтар болады. Мен тамашаға ең бірінші алғаш кірген кезде мынандай бір қызық болған. Ең бірінші кірдім, кіргеннен кейін ертесіне Шымкентке гастрольге алып кетті бізді. Сосын қасымызда Тұңғышбай ағалар, Құдайберген ағаларымыз, Мейірман Тоқсын ағаларымыз, тамашадағы енді кілең мықты ағаларымыздың барлығы бір пойызда неге барды. Ең ішінде кішкентайым мен болдым. Сол ана кісілердің бәрінің затын мен таситын мына жерде. Бәй бала затты алып кел, ана жүріп сол ана жүріп тие болып аналардың затын пойыздан түсіреміз. Бір күні Шымкентке бардым. Шымкентке барып пойыздан түсе салса, ол кезде жаңа артистерді немен қарсы алатын, оркестрмен вокзалда. Қазір ондайлар жоқ болып кетті ғой, оркестрмен қарсы алады. О, деп жаңағы вокзалдағы адамдардың бәрі, тамашадағы адамдарды көріп, шапалақ ұрып, гүл сыйлап, жаңағыдай бауырсағына келіп, дән таптырып, сөйлеп, келгендеріңізге рахмет. Ой, Құдайберген ағамыз келді деп пойыздан түсіп жатыр. Ол кісі бүйтіп қояды, шапалақ ұрып жатыр бәрі. Ой, Тоқсын ағамыз келді, шапалақ, Мейірман ағамыз келді, ой, Лидия апамыз түсіп жатыр пойыздан. Ой, оркестр ойнап жатыр. Бәрін танып жатыр. Мен келдім, мені ешкім танымайды жерге. Заттардың бәрін әкеліп тасып жүрмін. Сонымен біраздан кейін аналар жаңағы күтіп жатыр. Біраздан кейін бір жігіт менің жанымнан келіп бүйтіп қарайды да маған. Өтіп кетіп былай қарайды маған. Мен ойлаптым, мен таныған шығар енді болдым. Мен де кеше шығып едім, мен көрген шығар енді тамашаны деп жаңағыдай. Сөйтсем жаңағы жігіт келіп қасыма айтады, аға мен сізді таныдым дейді. Өзімше рахмет, бауырым, рахмет. Сіз осы пойыздың проводниксіз ғой дейді маған. Сол кезде әлбегіден есімнен кетпейді. Осындай қызықтар болады. Енді Абайдың шығармасын деп жатсыз ғой. Енді ойнайтын оған әртістер керек, бірақ бір монолог бар еді, анау Керімді ойнаймыз. Қазақ дейсің ау. Жер жаһанға көзің сал, қазақтың баласы. Қалымыдан баласынан қазақтың қасқасы бөлек емес, саман асыбасын. Бірақ заманның күні түні бар. Бәйшешек атқан сәуірі сықырлаған суық қаңтары бар. Бар бәрі саған соса сен аязды қаңтарсың. Бар жас бірден тыныс етсе, ол қаңтардың суық үшін желі. Жас дәуренің шамшырағы махаббат дегенді білдің бе, я ұмыттың ба? Ләйлі мен Мәжнүн, Жүсіп пен Зылиха, Көрпеш пен Баян және анау Баймағамбет айтады, Ромео мен Джульетта. Сол жерлердің қанзарын естігенде қай адамның қабырғасы қайыспайды? Толық демей шүршіт бол, шіміркенбей тыңдаған бар ма? Ажар бар да, Айдар бар. Деп осылай. Сұрағым, шығармашылық адамсыз ғой, енді барынша уақытыңыз тығыз болады, бірақ қаншалықты деңгейде өзіңіздің отбасыңызға көңіл бөле аласыз? Және де екінші сұрағым, адам өмір болғаннан кейін түрлі сынақтар болады, және де осы Асылбек ағамыздың бір кем дүниесі. Мен ойлаймын, жалпы белгілі бір қоғамда, жалпы өмірде бір үлкен бір деңгейге, дәрежеге жету үшін өзіңнің мамандығыңды ойланбастан былай өз биіңде көріну үшін ең бірінші сенің отбасың тыныш болу керек. Сенің отбасың тыныш болмай, сен бір үлкен деңгейге жетем деп мен айта алмас едім. Сахнада
не болмаса жақсы бір журналист болу үшін, не болмаса бір жақсы журналист болу үшін ең бірінші сенің отбасында тыныштық болу керек, отбасында береке болу керек. Отбасында береке болмайынша, отбасында жақсы мәміледе болмайынша, сен бір үлкен дәрежеге жетемін деп айта алмаймын. Сондықтан да қолың босай қалатын болса, міндетті түрде отбасыңа көңіл бөлу керек. Отбасыңмен демалып, отбасыңмен қыдырып, отбасыңмен саяхаттап, отбасыңа жақсы бір көңіл бөлсең, сонда өзіңде көңілің тыныш болады, жүрегің тыныш болады, сонда ғана сен жақсы жұмыс жасай аласың деп ойлаймын. Сондықтан да отбасы құндылығы меніңше ең бірінші орында тұру керек. Мейлі сен отбасында береке болмаса, сен қайтып жұмыс істей аласың, сен қайтып шығарма жаза аласың, сен қайтып кітап оқи аласың. Сондықтан да ең бірінші көңіл бөлетін нәрсе ол отбасы. Ал енді адамның өмірінде әркімнің өзінің бір кем дүниесі болып жатады ғой. Бірақ ол нәрсені халыққа жайып салып, халыққа айта берудің керегі бар ма, жоқ па, оны білмедім, бірақ мен оған дайын емес. Бірақ адамның өзінің бір жетіспейтін бір дүниесі болады ғой. Бірақ оған да шүкірден керек, оған да тәубе. Сол бір кем дүние саған қайырлы болып келуі мүмкін. Өйткені сол кем дүниені толтыру үшін сен өмір бақи сол қызмет жасау мүмкін, өмір бақи ізденуі мүмкін. Сондықтан да өмір болғаннан кейін көздің ағы менен қарасы секілді жақсылық пен жамандықтың, махаббат пен арамдықтың, адалдық пен арамдықтың болатын сияқты адамның өмірінде де сондай бір кем дүниесі болады. Оған болады қатты бір ойладым, қатты бір кіріп кетудің ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Отбасында береке болмайынша, отбасында жақсы мәміледе болмайынша, сен бір үлкен дәрежеге жетемін деп айта алмаймын. Сондықтан да қолың босай қалатын болса, міндетті түрде отбасыңа көңіл бөлу керек. Отбасыңмен демалып, отбасыңмен қыдырып, отбасыңмен саяхаттап, отбасыңа жақсы бір көңіл бөлсең, сонда өзіңде көңілің тыныш болады, жүрегің тыныш болады, сонда ғана сен жақсы жұмыс жасай аласың деп ойлаймын. Сондықтан да отбасы құндылығы меніңше ең бірінші орында тұру керек. Мейлі сен отбасында береке болмаса, сен қайтып жұмыс істей аласың, сен қайтып шығарма жаза аласың, сен қайтып кітап оқи аласың. Сондықтан да ең бірінші көңіл бөлетін нәрсе ол отбасы. Ал енді адамның өмірінде әркімнің өзінің бір кем дүниесі болып жатады ғой. Бірақ ол нәрсені халыққа жайып салып, халыққа айта берудің керегі бар ма, жоқ па, оны білмедім, бірақ мен оған дайын емес. Бірақ адамның өзінің бір жетіспейтін бір дүниесі болады ғой. Бірақ оған да шүкірден керек, оған да тәубе. Сол бір кем дүние саған қайырлы болып келуі мүмкін. Өйткені сол кем дүниені толтыру үшін сен өмір бақи сол қызмет жасау мүмкін, өмір бақи ізденуі мүмкін. Сондықтан да өмір болғаннан кейін көздің ағы менен қарасы секілді жақсылық пен жамандықтың, махаббат пен арамдықтың, адалдық пен арамдықтың болатын сияқты адамның өмірінде де сондай бір кем дүниесі болады. Оған болады қатты бір ойладым, қатты бір кіріп кетудің ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Аллаға шүкір деп алға қарай жүру керек. Көп рахмет. Жалпы енді көрермен жастардың, студент жастардың көкейінде тұрған сұрақтар көп шығар. Бірақ енді уақыттың тығыздығына қарай енді айып етпейсіздер. Енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ болады. Асылбек аға, жалпы бізде енді Қазу студиясының ерекше бір айтары бар. Келген қонақпен ойын деп аталады. Жалпы енді сол кезегін берсек, ортамызға экономика және бизнес жоғары мектебінің 3-ші курс студенті, әртүрлі ойындар ғылымдарының докторы Сидахан Қайратты шақырамыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Қарашаңырақ қазудың жалынды жастары. Ассалаумағалейкум, Асылбек аға. Қарашаңырағымызға қош келіпсіз. Менің есімім Қайрат болады. Сізге қазір бір ойын ойнатамын. Және мынандай бір керемет әңгімедегі бір ойынды ойнатқым да келмейді екен, бір тыңдап отыра бергім келеді. Бірақ бір көңілдірек қылып өткізейік. Мен сізге қазір парақтар ұсынамын. Ол жерде сізге жақын адамдардың аты жазылған. Досыңыз, жарыңыз, әріптесіңіз деген секілді. Сізге бір кісі түседі, сол кісіге сіз хабарласасыз. Біз ұсынған сөздер бойынша
ол кісімен сөйлесетін боласыз. Әріптесіңіз, қазір бір әріптесіңізге хабарласасыз, біз ұсынған сөздер бойынша сөйлемді жалғасып, ол кісімен сөйлесе бересіз. Біз әртүрлі сөздер көрсетеміз. Баука. Уалейкумассалам, қалың қалай? Жақсы болған. Бәрі жақсы мамасың ба? Шүкір. Мынау концерт болайын деп жатыр екен. Не концерт? Бандиттер концерт береді дей ма? Мен мынау бандиттарды концерт бергенім бірінші рет көріп тұрмын. Депутаттар да бір концерт берейін деп жатыр деп естіп жатырмын. Естіген жоқсың ба? Жоқ. Бандиттер мен депутаттар қосылып концерт берейін деп жатыр дейді. Оған енді мынау ең қиыны, бандиттер оған енді ақындар қосылып жатыр дейді. Ақындар. Енді ақындар жиналып алып, сол тақырыбы робот туралы болады дейді. Қызық екен. Енді соны да тойға барғанда сол адамдардың барлығын жинап алып, сол тойдағы адамдарды жинап алып келу керек дейді. Бұл тойдағы адамдар келе ма, келмей ма, Құдай біледі. Қанша адам? Қанша адам болғанда бір 200 адам дейді. И соны театрда өткіземіз дейді ғой. Өзің ойлашы, бандиттер, депутаттар концерт қойып жатыр, и театрға дейді. Ол қалай болады? Еще көлік кіргізу керек дейді, майшы театрдың ішінде. Көліктің ішінде отырып алып айтсақ дей ма? Еще бәйбішеңді алып келуің керек дейді. Обязательно бәйбішеңмен бармасаң болмайды дейді. Ол нешесі? Ол нешесі болғанда ол осы жақында да бір жетінің айырмашылығында ТТ театрда концерт береміз деп болды. Қыстырылысып жатыр ғой ТТ-да. Ол үшін менен не қызмет аға? Не қызмет болғанда сен оразаңды ұста. Оразаңды жақсы қабыл болсын. Сосын Қызылордаға барайық, гастрольмен. Махаббат туралы бір спектакльді қояйық. Болды ма? И Казгудың студенттеріне барайық сосын. Болды. Мынау Сұңқар деген Казгуде бір үлкен не бар екен. Студенттер мен магистранттардың Казгудағы сол кездесу жасап отырмыз, соның ішінде ойын ойнап саған әріптесіңізге звондаңыз дейді. Бұл саған звондап отырмын. Көрермендер шоғырлап. Аламыз кіріп кетті деп ойладым ғой. Студенттерге бір сәлем айтып қойып. Жалынды сәлем. Көп рахмет, Асылбек ағамызға қошемет. Біздегі ойын болса, рахмет. Жауап тұрамыз деп айтамын. Жалпы енді уақыт деген өзінің мәресіне де жетіп қалды. Және де кешімізді қорытындылайтын болсақ, ортамызға Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының төрағасы Рахманова Бинар Әбдіжәмилқызын шақырамыз. Және де ақпараттық технология факультетінің аға оқытушысы Әбенов Болат ағамыз шақырсақ. Бір айға жетпейтін уақытта осы жерде Асылбек ағаларымда отырып едім ғой. Әлі сол көңіл күймен жүрмін. Шыға алмай жүрмін, жаңа сіздің Қасымханды ойнағандай болды на самом деле. Енді осыдан кейін біртіндеп күйбең тіршілікке араласатын шығамыз. Оның үстіне бәріңіз білесіз, мен 1-2 жеттен кейін шетелге шығып кетейін деп тұрмын. Сол қарқынмен балалардың берген сыйлығымен. Енді бір жақсы кездесу болды шынында. Асылбек ағаларының арқасында өмірге қайтып келген сияқтымын. Жаңағы жақсы. Сосын маған бір ұнаған нәрсе, сіз жаңа 1-2 эпизод көрсеткеннің өзінде менің денем сіркеніп кетті соны. Нағыз әртіс келгенді ғана білдіретін. Сондықтан да біздің Ағашан ағамыз қазір қош келдіңіз және творчалық табыстар тілегім келіп тұр. Мынау жастардың бәрі енді осы уақытқа шейін жаңағы 70 жылдығымды өткіземін деп алданып қалдым. Оған дейін театрға бірге барып жүретін едік. Енді тек сіздің театрға баратын шығар.
Қайырлы кеш, құрметті студенттер, құрметті Асылбек Боранбай аға, сізді бүгінгі тағылымы мол кездесу қазу студиясында көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Және де осы студент жастармен сырлы сұхбат болды деген ойдамын. Әрбір сөзіңіз, айтқан ақылыңыз барлығы есімізде, түртіп алатын жерлердің барлығын түртіп алдық. Сол себептен енді бізге осы барша студент жастардың атынан, Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының атынан алғыс хат. Құрметті Боранбай Асылбек, сізге Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының ұйымдастыруымен өткен кездесуде студент жастармен сырлы сұхбат жүргізгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Шалқар шабыт, шығармашылық жандану, парасатты ой сәулесі шеңберінде киелі өнер, тағылымды тұлға желкеніңіз мәңгі қалықтап тұрсын. Құрметпен Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы. Және бізде осы Қазақ ұлттық университетінің баспа үйінен шығатын Әл-Фараби бабамыздың, атамыздың кітабы, негізі ең құнды сыйлық қонаққа кітап дейді ғой, сол себептен осы Қазақ ұлттық университетінің атынан кәдесіз. Мен шынында Ленинға кезек беремін деп асығыс біраз нәрсе айтылмай қапты. Айтайын деген, сіздің кештен кейін мен өткендегі өткен кеш есіме түсіп жатыр. Тура мендей ойлайды екен. Менің айтқанымды айтты. Әсіресе отбасы жайлы айтқан сондай ұнатты. Осыдан кейін мен де әртіс болып кеттім. Ал енді баршаларыңызға мыңдау рахмет. Аман болыңыздар, айдан аман болайық, жылдан есен болайық. Қасиетті Рамазан айынан Рамазан айына дейін басымыз бүтін, деніміз сау болып, төрт көзіміз түгел болып, әрқашанда осылай жақсылықта кездесе берейік. Сіздерменен келіп, өздеріңіз сияқты бауырларменен танысып жатырмыз, Болат ағамызбенен танысып жатырмыз, сіздерменен қауышып жатырмыз. Сондықтан да баршаңызға мыңдау рахметімді айтамын.